Баршаңызға қайырлы күн қыздар. Бүгін біз Орео тортын дайындаймыз. Ол үшін бізге 6 жұмыртқаның ақ уызы мен сары уызын бөлек бөліп аламыз. Ақ уызымызды миксердің жылдамдығын әр минут сайын көтере отырып, шым-шым тұз қосып миксерлейтін боламыз. 90 грамм сахарымызды 2-ге немесе 3-ке бөліп қосып миксерлейсіздер. Өзінің формасын ұстайтындай ақ уыз пайда болу қажет. 6 дана сары уызымыздың үстіне 90 грамм сахарымызды қосып миксерлейміз. «130 грамм сары май, яғни күнбағыс майы, және де 100 грамм ыстық сүт құямыз. «155 грамм ұн, 50 грамм какао және де 15 грамм разрыхительді бір ыдысқа ситадан өткізіп алып, массамыздың үстіне 2-ге немесе 3-ке бөліп қоса отырып миксерлейміз. Видеода көрсетілгендей қою масса пайда болады бізде. Мен какаоға Малайзия какаосын қолдандым. Егер сізде Малайзия какаосы болмаса, рахаттың какаосын қолдансаңыздар болады. Ақ уызымызды 2-ге немесе 3-ке бөле қоса отырып, лопаткамен видеода көрсетілгендей астынан үстіне қарай араластырамыз. Қасықпен немесе миксермен, вилкамен араластыруға болмайды, қыздар, біздің тестамыз басылып қалады. Тек лопаткамен немесе ағаш қасықпен. Ұзақ уақытта алуы мүмкін, бірақ өте күшті масса пайда болады. Видеода көрсетілгендей кольцомыздың астына фольганы қойып, менің диаметрім 18 диаметрге пісірдім. Осының үстіне енді тестамызды құямыз. 180 градуста 45 минутта пісіп шығады. 45 минуттан кейін ғана духовканың ішін ашып осылай тексеріп аламыз. Сетканың үстіне бисквитімізді керісінше төңкеріп қоямыз. Крем дайындау үшін бізге 700 грамм творожный сыр және де 100 грамм сахарды екеуін бірге қосып миксерлеп аламыз, іртігі жазылғанша. Оның үстіне 400 грамм сливкиді құйып миксерлейміз. Біркелкі масса шыққанша әр миксердің жылдамдығын әр минут сайын көтеріп отыратын боламыз. Бөлек ыдысқа кішкене крем алып аламыз. Ол бізге торттың сыртын қаптағанға қажет болады. Қалған ыдысымыздағы кремнің үстіне Орео печеньесін ұсақтап видеода көрсетілгендей етіп саламыз.
Суыған бисквитімізді видеода көрсетілгендей етіп 3 бөлікке бөлеміз. Ең алдымен бисквиттердің шет-шетін толықтай пышақпен кесіп алып, одан кейін ғана ортасына қарай пышақты өткізіп айналдыра отыра кесеміз. Қыздар, жіппен кесуге болмайды. Тек қана пышақпен. Ең алдымен шет-шетін полный кесіп аламыз, одан кейін ғана ортасына пышақты өткіземіз. Мынау бізде бағана пісіп шыққан бисквиттің беті, біз оны керісінше аударып қойдық. Бетін тегістеп алып тастаймыз. Оны торттың арасына қоспаймыз. Қыздар, бұның бетін алып тастау міндетті. Егер сіздер кесіп алып тастамайтын болсаңыздар, сіздердің торттарыңыз дұрыс құралмайды. Осындай банканың ішіне кондитерлік мешокты салып, кремімізді құятын боламыз ішіне. Ал қыздар, енді тортты құраймыз. Ең соңғы кескен коржымызды осылай кольцоның ішіне салып алып, кремімізді айналдыра отырып қосып шығатын боламыз. Мешоктың аузын, біздің бисквитіміздің биіктігі қандай биіктікте болса, мешоктың да аузын солай үлкен етіп кесуіміз керек. Бисквитпенен кремнің қалыңдығы бірдей болу керек кескен кезде. Кремді тегістеп жағып аламыз. Қасықпен жақсаңыздар да болады. Енді үстіне екінші коржды қоямыз. Үстінен кішкене басамыз. Дәл солай кремді тағы да жағып шығатын боламыз. Видеода қарап отырсаңыздар, біздің креміміз өте үлкен болып жағылып жатыр, себеп біздің коржымыз биік. Корж бенен кремнің биіктігі бірдей болу керек. Енді ең соңынан ең бірінші кескен коржымызды торттың бетіне жабатын боламыз. Үстінен басып, холодильникке кемі 1 сағатқа қойып қоямыз. Ал енді қыздар, бағана бөліп алған кремімізді тортқа жағып, торттың сыртын қаптайтын боламыз.
Крем дайындайтын кезде біздің сливкемізде, творожный сырымызда мұздай салқын болу қажет, қыздар. Енді сатып алып келіп, кондитерский магазиннен сразу қолдануға болмайды. Және де сахарный пудраның орнына сахар қосуға болады. Осылай видеода көрсетілгенде ең алдымен осылай барлық жеріне толықтай жететіндей етіп жағып аласыздар. Поворотник столиктің үстінде, қыздар көріп тұрсаңыздар, менде шашық тұр. Ол шашық не үшін деп сұрайтын болсаңыздар, біздің подложкамыз, когда тортты осылай айналдырған кезде сырғып құлап кетуі мүмкін. Егер сіздер осындай шашық қойып қоятын болсаңыздар, ол құламайды. Видеода көріп отырсаңыздар, біздің подложкамыздың астында шашық тұр, қыздар. Ол шашық не үшін дейтін болсаңыздар, біз торттың шет-шетін тегістеген кезде торт жылжып кетуі мүмкін. Біздің подложкамыз сырғанап кетуі мүмкін. Егер астына осылай шашық, полотенце қойып қоятын болсаңыздар, сіздердің торттарыңыз көп қозғалмай бір орында тұрады. Қыздар, біздің тортымыз аяқталды. Енді әсемдеу ол өз еріктеріңізде.